Саламатсыздар ма оқушылар? Біздің өтіріп жатқан тақырыбымыз күш тақырыбы. Бүгінгі тақырыбымыз деформация, гук заңы, серпімділік күші. Оқу мақсаттары: пластикалық және серпімді деформацияларды ажырату, мысалдар келтіру, гук заңының формуласы бойынша серпімділік күшін есептеу. Дене пішінінің немесе өлшемдерінің өзгеруі деформация деп аталады. Деформация латын тілінен аударғанда өзгеру деген мағынаны білдіреді. Деформацияның екі түрі бар: пластикалық және серпімді. Күштің әрекеті тоқтағаннан кейін дене өзінің бастапқы пішіні мен өлшемін өзгертетін болса, мұндай деформация пластикалық деп аталады. Күштің әрекеті тоқтағаннан кейін дене бастапқы пішіні мен өлшемін қайтадан қалпына келетін болса, ондай деформация серпімді деп аталады. Серпімділік күші дегеніміз не? Серпімділік күші дененің деформациялану кезінде пайда болатын күш. Серпімділік күшінің бағыты дененің деформациялану кезіндегі ығысу бағытына қарама-қарсы бағытталған. Сонымен серпімділік күші денені қысқанда, созғанда, майыстырғанда, егенде пайда болады. Бүгінгі тақырыпқа байланысты мына ребусты шешіп, кішкене ой қозғайық. Серпімді деформацияның арасындағы байланысты 1660 жылы ағылшын физигі Роберт Гук анықтаған. Сондықтан да бұл байланыс бізге гук заңы деп атпен белгілі. F тең kx. F серпімділік күші, x дененің созылу немесе сығылу шамасы, k дегеніміз қатаңдық коэффициенті немесе пропорционалдық коэффициент. F серпімділік күші, яғни F күштің өлшем бірлігі ньютон. Енді осыдан x-ті табатын болсақ, F бөлінген k өлшем бірлігі метр. K-ны табатын болсақ, F бөлінген x өлшем бірлігі ньютон бөлінген метр. Енді балалар, ой зергіту, ребус шешейік тағы да. Балалар, күшті өлшейтін арнайы құралдарды динамметр деп атайды. Динамик грек тілінен аударғанда күш, метре өлшемін деген мағынаны білдіреді. Динамметрлердің бірнеше түрлері бар. Қолдың бұлшық еттерінің күшін өлшейтін қол динамметрлері, үлкен күштерді өлшейтін тарту динамметрлері, сондай-ақ электрондық және қарапайым динамметрлер бар. Балалар, енді бүгін осы серпімділік күшінің гук заңының формуласына мынандай есептер шығарайық. Қатаңдығы 100 ньютон бөлінген метрге тең сымды 1 сантиметрге созу үшін оның шеттеріне қандай күш түсіру керек? Яғни күшті табуымыз керек бұл жерде. Екінші есеп: резеңке таспаның қатаңдығы 7,2 көбейтілген 10-4 дәрежесінде ньютон бөлінген метр. Егер таспаға 10 килоньютон күш әрекет ететін болса, онда ол қандай шамаға созылады? Яғни бұл жерде x-ті табамыз. Үйге тапсырма: осы деформация және серпімділік күші тақырыптарын оқып, тақырыптың соңындағы жаттығулардан орындап келеміз. Жақсы оқушылар, сау болыңдар, сабақ аяқталды.